шеңберінде бірінші кітап шығару мәселелері, концерттік ұйымдардың гастрольдері, театр ұйымдарының гастрольдері, сонымен қатар мынау музейлердегі көрмелер, өздеріңіз білесіздер, былтыр Леонардо да Винчидің жаңағы картинасын алып келіп біз ұлттық музейде көрсеткенімізді білесіздер. Сондықтан қазіргі біздің ең басты мақсатымыз сол қарым-қатынасты нығайтып жалғастыру. Біздің ең жаңағы қазіргі кезеңдегі талқылап жатқан мәселеміз біз ұлттық музейдің ішінен үлкен реставрациялық орталық жасау. Өйткені біздің жаңағы мәдени мұрамызды, тарихи мұрамызды сақтап қалудың бір шарты бұл реставрация жұмыстарын жүйелі түрде, жүйелі деңгейде ұйымдастыру. Сондықтан осы мынау маусым айының басында мен Италияға барамын, ол жерде менің әріптесіммен кездесу болады. Сол кездесуде осы мәселелерді талқылайтын боламыз. Сондықтан бұндай кездесулер бізге ең бастысы осы жаңағы біздің қарым-қатынасымызды жаңа деңгейге шығаруға, жаңа шаралар, жаңа жобалардың болуына өзінің септігін тигізеді. Қосымша сұрақ, реставрация бойынша сол елдің тәжірибесі. Ол біздің келісіміз бойынша біздің италиялық әріптестеріміз бізге реставрация орталығын құрып береді. Олар өзінің технологияларын, өздерінің жаңа жабдықтарын бізге тегін түрде беруге дайын. Сонымен қоса мамандарды оқыту. Өйткені реставрацияның түрлері бар. Ол жаңағы матамен жұмыс істеу, таспен жұмыс істеу, ол жаңағы картиналарды реставрациялау. Сондықтан реставрациялардың түрін өкінішке орай бізде реставрация жұмыстары мынау жекеменшік ұйымдар жасайды да, біздің барлық қаражаттарымыз сол жекеменшік ұйымдарға кетеді. Ал мынау облыстағы музейлер ондай жаңа мүмкіндіктері жоқ жекеменшік ұйым.